Мен Тлеспаева Мадина Айдарқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті. 3-ші сыныпқа арналған музыка пәнінен видеосабақ жүргізетін боламын. Сабақтың тақырыбы сәулет және музыка. Оқу мақсаттары. Сабақ мақсаттары. Қазір бізде музыка сабағы. Алдымен біз амандасып алайық. Сәлемет пе балалар? Здравствуйте, ребята. Good morning, children. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Ендеше орнымызға жайғасамыз. Ары қарай сабағымызды жалғастыру үшін менің мына сұрақтарыма жауап беріңдерші. Сендердің көңіл күйлерің қалай? Керемет. Сабаққа дайындықтарың қалай? Өте жақсы. Ал бүгін сабаққа деген ынталарың қандай? Жарайсыңдар балалар. Балалар, қазір біз өткенді есімізге түсіру үшін мен кез келген балаға көпек беремін. Қазір біз қашықтықтан болғандықтан мен кез келген балаға сұрақ қоямын. Бастайық. Бірінші сұрақ. Оркестр дегеніміз не? Екінші сұрақ. Дирижер деген кім? Үшінші сұрақ. Қазақ музыкалық аспаптарын атаңдаршы. Төртінші сұрақ. Көне музыкалық аспаптарды атаңдар. Бесінші сұрақ. Жартылыс нота дегеніміз не? Алтыншы сұрақ. Төрттік нота дегеніміз не? Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Сұрақтарға ойланып жауап береміз. Сендер білесіңдер, біз әрқайсымыз өзімізді жеке-жеке бағалаймыз. Ол үшін мына бағалау критерияларына назар аударып, өзімізге балдарымызды жазып отырамыз. Сабағымызды жалғастыру үшін менің мына сұрақтарыма жауап беріңдер. Ол сұрақтарға жауап беру үшін ғаламтор желісін немесе оқулықты қолдануға болады. Сәулет дегеніміз не? Сендер тұратын қалаларында қандай әсем ғимараттар бар? Неліктен сәулет нысандары әртүрлі? Олар не үшін қажет? Елордадағы бейбітшілік және келісім сарайы туралы не білесіңдер? Балалар, сұрақтарға тиянақты, дұрыс жауап береміз. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырып осы сұрақтарға байланысты болып келеді. Яғни біздің жаңа тақырыбымыз сәулет және музыка. Ал енді бейбітшілік және келісім сарайы туралы толығырақ білу үшін оқулықты ашамыз. Бейбітшілік және келісім сарайы архитектуралық құрылыс кешені. Сәулет өнерінің бірегей туындысы. Ол Астана қаласындағы қолдан жасалған жота үстінде орналасқан. Бейбітшілік және келісім сарайы сәулет өнері болып келеді. Балалар, сәулет өнері дегеніміз құрылысты жобалау, салу, оған көркемдік бейне беру өнері болып келеді. Барлығымыз дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Жаңа тақырыбымыз сәулет және музыка. Жазып аламыз, және сәулет өнері дегеніміз не екенін дәптерімізге дұрыстап көшіріп аламыз. Әрі қарай бізде жеке жұмыс, ол үшін барлығымыз сөз жұмбаққа назар аударамыз. Егер де сендер сөз жұмбақты дұрыс шешсеңдер, мына сұрақтың жауабын таба аласыңдар. Бейбітшілік және келісім сарайын ел арасында қалай атайды? Сөз жұмбақты шешу үшін интернет желісі немесе оқулықты қолдануға болады. Барлығымыз дұрыстап тиянақты орындаймыз. Бұл жерде бізде 8 сұрақ берілген. 8 сұраққа жауап беру арқылы сендер негізгі сұрақтың жауабын шығара аласыңдар. Жеке жұмысты орындап болсақ, барлығымыз бағалау критерияларына назар аударамыз. Кім қалай жауап бергенін тексеріп, өзімізге балл жазамыз. Енді орнымыздан тұрып, сәл сергіп алайық. Ол үшін барлығымыз компьютердің қасынан тұрамыз, сәл алшақтаймыз. Мені мұқият тыңдаймыз.
Оңға түзу тұр. Солға түзу тұр. Алға қарай бір адым. Жоғары төмен қарайық, орнымызды табайық. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Балалар, барлығымыз назар аударамыз. Бұл жерде бізде бейбітшілік және келісім сарайы, үй жұмыртқа және Нұр әлем Экспо 2017 көрмесі берілген. Балалар, бұл сәулет өнерлерінің әртүрлі формасы, әртүрлі пішіні бар. Барлығы сәулет өнері болғанымен, әрқайсының өзіндік формасы бар. Мысалға, үй жұмыртқа, ол жұмыртқа тәрізді болып келеді. Бейбітшілік және келісім сарайы үш бұрыш тәрізді. Нұр әлем 2017 көрмесі болса, дөңгелек тәрізді болып келеді, шар тәрізді. Жалпы сәулет өнерін қатып қалған музыка деп те айтуға болады. Неліктен екенін білесіңдер ме? Ендеше мені мұқият тыңдаймыз. Жалпы сәулет өнерінің өзінің тарихы, өзінің жасалу жолы болады. Дәл солай музыканың да өзінің тарихы, өзінің жасалу жолы, өзінің жазылу жолы, өзінің формасы болады. Форма дегеніміз ол түр, пішін, сыртқы бейне, әдемілік болып келеді. Айтып кеткендей, форма ол тек қана сәулет өнерінде емес, музыкада да болады. Музыкалық форма дегеніміз ол музыкалық шығармада бөлімдер мен бөліктердің белгілі бір тәртіппен орналасуы. Вокалдық музыкада негізгі формалардың бірі шумақ және қайырма. Шумақтық форма вокалдық музыкада ең қарапайым форма. Шумақтық формада музыка қайталана береді, ал әуені болса өзгереді. Барлығымыз дәптерлерімізге осы берілген анықтамаларды жазып аламыз. Балалар, әрі қарай біз өткен сабақтарда өткен кемпірқосақ және елімай әндерін есімізге түсірейік. Ол үшін біз әндердің формасын анықтайық. Олар немен ерекшеленеді? Қайсы ән тек шумақтан, ал қайсысы шумақ пен қайырмадан тұрады? Әндердің мазмұны не туралы? Осы әндерді естігенде сендерде қандай сезімдер оянады? Әнді есімізге түсіріп, осы сұрақтар арқылы талдап көрейік. Тапсырманы орындап болсақ, барлығымыз бағалау критерияларына назар аударып, өзімізге балл жазып аламыз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін біз қандай тақырыппен таныстық? Дұрыс айтасыңдар, сәулет өнері. Сәулет және музыка. Енді мен сендерге бірнеше жұмбақ жасырамын. Мені мұқият тыңдап, жауабын табуға тырысамыз. Дөңгелек үйдің қара шұбар жыланмен белім будым. Қанеки барлығымыз мұқият ойланамыз. Жарайсыңдар. Төбедегі көзінен күн сәулесі түседі. Бұрышы жоқ төрінен самал еркін еседі. Жарайсыңдар балалар. Дұрыс жауабы киіз үй. Білесіңдер ме? Киіз үй ғасырдан ғасырға сыр шертіп келетін бірегей сәулет өнері болып келеді. Бүгін біз жаңа әнмен танысатын боламыз. Жаңа әніміздің аты киіз үй болып келеді. Киіз үй өлеңін жазған ақын Қастек Баянбаев. Әнін жазған композитор Жоламан Тұрсынбаев. Қазір барлығымыз киіз үй жайлы өлең тыңдайтын боламыз. Қазақ үшін бәрі киіз үй ардалаштың ары жаны, боз үйден бой жеткенді оятатын таңертең боз торғайдың қоңыр әні, дауысы сол торғайдың халық әні. Қанша мықты болса да ел білетін ай, есігінен еңкейтіп енгізеді.
Ары қарай балалар, әннің бірінші шумағын Балалар, ән неше бөлімнен тұрады? Әнді қандай формаға жатқызуға болады? Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, менің сұрақтарыма жауап беріңдерші. Бүгінгі сабақта қандай тақырыппен таныстық? Сәулет өнері дегеніміз не? Сендер қандай сәулет өнерлерінде болып көрдіңдер? Бүгінгі сабақ сендерге ұнады деген ойдамын. Оны білу үшін оқушылар сендер сабақ туралы бір сөзбен айтып шығасыңдар. Яғни сабақты бағалайтын келесі сөздерді айтуға болады. Ұнады, пайдалы, қажет, қызықтым, ұмтылдым, тағы да басқа сөздерді айтуға болады. Қанекей, мысалы, жарайсыңдар балалар. Сендерге үй тапсырмасы бейбітшілік және келісім сарайы, Нұр әлем Экспо 2017 көрмесі және балалар, сендер сабақ бойы өздеріңе баға қойып, өздеріңе бал жазып отырдыңдар. Қанекей, бүгін кім неше бал алғанын білейік. Айдос, сен бүгін неше бал алдың? 8? Жарайсың, өте керемет. Келесі Маржан, сен неше бал алдың? 6? Бал алуға тырыс. Енді балалар, сабақты аяқтау үшін күлегештер себетін шығарайын. Сендерге сабақ түсінікті болса, жасыл смайлды, сабақта қиындықтар кезсе сары смайлды, сабақты мүлде түсінбесеңдер қызыл смайлды көрсетіп, маған жібересіңдер. Жарайсыңдар балалар.